Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Бағдәулет Абжатов. Бұл Бай Қазақ подкастының тағы да бір керемет шығарылымы, тағы да бір жұлдызды қонақ, миллиардер десек болады. Аллаға шүкір, Рысқұл Қонақбаев, сценарист. Ассалаумағалейкум, рахмет. Шақырғаныңызға қуаныштымын, керемет. Студия керемет. Мощный бәрі, уровень бөлек енді. Иә, шүкір, Аллаға шүкір, осыған жетіп, осы уақытқа келіп, Бай Қазақ подкастын ашып жатырмыз. Сол үшін Құдай қаласа, бір жас болса да осы подкастты көріп, Пайда алса, иә. Бір адам пайда алса, все, бізден сауапты. Иә, жақсы, ниет жақсы. Негізі сол ғой. Енді максимально тырысып көріп. Культовый нәрседен бастайық. Не үшін миллиардер деп жатырмын. Қолынан кесе алып қашатты фильм. Осы бір айда болған жоқ. 2 апта. 2 апта. 2 аптаның ішінде Алланың қалауымен 1 миллиард кассаға жетті. 12-13 күні ғана миллиардтан аз отыр. Соның ішінде мінекей Рәкен жазған сценарий. Бұл фильмнің сыры неде деп ойлайсыз, миллиард жинағы? Ең бастысы ниетте деп ойлаймын. Біріншісі себебі бұл кино Азамат Рзағалиев, Марат Алибаев деген ағаларымыздың алғашқы киносы, продюсер болып келді. Ол кісілер ақпан айында бізге келіп, осылай бастайық деп жатырмыз, бізге көмектеріңіз керек деген кезде ниет көмек беру болды ағаларымызға. Кино ақпан және наурызда жазылды. Наурызда ораза болды. Ораза кезінде біз ауызашарға дейін, ауызашардан кейін жазып отырдық. Сосын әр қиналған сәтте намазда біз Алладан дұға жасайтынбыз. Алла бізге мына жерде қиналып тұрмыз, ары қарай қалай жазсақ екен деп дұға жасайтынбыз. Сөйтіп, себебі енді береке деген нәрсе сондай ғой, ол ана сөзбен айта алмайсың, қалай болған, бірақ мысалға кейбір бізден де мықты сценаристер көп, мықты командалар өте көп та, мысалға кино жасайды, халыққа ұнамайды деген сияқты. Соның бір негізгі себебі сол деп ойлаймын. Екінші себебі бұл жерде, өзіңіз айтқанда жаңа сценарийда драфт деген версия деген нәрсе бар. Мысалы, бірінші драфт жазасың, потом продюсерлар, режиссер айтады, мынаны бүйтейік. 2 драфт, 3, 4, 5 драфт болуы мүмкін. Бұл жерде 2-ақ драфт қана болды. Екінші драфтта оққан кезде режиссер да, продюсерлар да айтты, керемет, бізге ұнайды, ештеңесін өзгертпедік те, сөйтіп кетті. Актерлар жақсы келді. Прям әркім өз орнында. Зарина Кармен, Жансая, Айшолпан, Қанат вообще таңғалдырды. Қанатты негізінде біз басында осы Қанат ойнаса екен деп Қанатқа жаздық. Сөйтіп ары қарай енді Дархан досымыз, режиссер Саркенов жақсы режиссер болды. Қанатжан оператор. Барлығы үйлесіп кетті де, нәтижесінде сондай жақсы кино шықты, халықтың көңілінен шықты. Анандайдың қашам ойбай болды, бұл керемет кино, бітті, бөлді, мен ризамын деген сияқты. Себебі егер де сен өзіңнің жұмысыңа риза болса, көңілің толса, онда сен өнерде өшесің ғой. Сен әрқашан мына жерін былай болғанда ғой деп көңілің толмау керек деп ойлаймын. Сол кезде сен әрқашан ашық боласың, сөйтіп дамып. Кадр маңызды ма, әлде по-любому сценарий маңызды ма? Ең маңызды сценарий, ең маңызды. Тіпті даже андай танымал емес актерлар болсын, режиссер дебют болса да, ең басты сценарий болады. Себебі андай жақсы сөз бар, хороший сценарий сложно испортить деген. То есть сценарий ол үйдің фундаменті ғой. Сценарий жақсы болса, қалған нәрселер өзі жақсы болады. Енді бұрынғы уақыттарда халық актерларға көп көңіл бөлетін. Енді олар сценаристарды тани бастады. Мысалы, сценаристарға көңіл бөле бастады. Одан кейін оператор, режиссер деген сияқты. Басында тек қана актерларға. Себебі қазір мысалға байқасаңыз, соңғы кезде енді қазір қазақ киносы дамып жатыр. Кинода андай неге тек қана комедия емес, бір айтар ойы бар кинолар халыққа өтіп жатыр. Мысалға, егер жай ғана күлкі болса, ол халыққа өтпейді. Міндетті түрде бір айтар ойы бар. Сондай жалпы қазір неше түрлі жанрлар қосып жатыр. Ол өте қуантады, себебі ол біздің деңгейіміз, сапамыз өсіп жатыр деген сөз. Түбінде бағасын беретін, киноны көтеретін ол халық. Егер кино жақсы шығып жатса, онда болды, ол маркетинг керек бас кезінде, бірақ ары қарай сарафанка деген нәрсе бар, сөйтіп халық қалып кетеді. Жалпы осы қолынан кесе алып қаш фильмнің как сценарист ретінде халыққа деген үндеуі қандай болды? Ол жақта енді негізгісі ол әр адамның, бұл жерде нақтырақ айта келсек, әр әйел адамның, ажырасқан адамның
екінші шансы бар бақытты болуға. Негізгі ой сол. Және де ішінде енді өзіміздің қосқан көп айтатын нәрселер бар. Мысалға тәуіп тақырыбы бар, иә. Енді тәуіп деген кісілер көбінесе енді адамның біреу ауырып жатады, біреу бір андай бір қиындықтар болып жатады, соны пайдаланып ақша жасайды. Соны көрсеттік біз ол кинода. Және де андай нәрселер көп болып кетті ғой қазір, нумерология, анау деген нәрсе. Әйел адамдар соған кейде қатты кетіп қалады. Енді нақты мамандар бар, мысалға психологтар бар, олар білім алған, оқыған, сол кісілер енді нақты бірдеңе айта алады. Ал андай нумерология анау деп қатты шыны керек кейде шектен шығып жатады. Соны көрсеттік. Мысалға қанатталатын болсақ, сол жерде ол да оның айтады, мен ажырасқан әйелге үйленбеймін. Ол маған таңба болады, ауылдағылар не дейді деген сияқты. Бұл жерде ол сенің өмірің, сен енді біреу не ойлайды деп өмір сүрмеу керексің. Сен енді өзің егер бақытты болғың келсе, ол сен қарамау керексің, ана ауылдағылар не ойлайды, анау не ойлайды. Бізде жалпы енді солай ғой. Менталда біз көбінесе ел не дейді деп жүрміз. Ол енді бір жағынан дұрыс та шығар, бірақ бір жағынан кейде ол да артық болып кетеді деп ойлаймын. Той мәселетін алатын болсақ, кейде көбінесе мысалға жағдай болмай жатып той жасайды, кредитқа алады да, ол өйткені халықтан, елден ұят болады деген сияқты. Кейін оны қаншама жыл кредитті төлейді деген сияқты. Сол себепті кей кезде сол ел не дейді дегенді ойламау керек. Сол тұрғыдан шамалы шығу керек дейсіз ғой, сол стереотипті босатып. Жалпы жаңағы тақырып ажырасу бойынша сізге ол как сценарист ретінде ол идеяларды қайдан аласыз, қайдан шабыттанасыз? Тауға барамын, бүйтемін, сөйтемін. Енді біз өзіміз жалпы біз сценарий жазған кезде кофе ішіп әңгімелесіп жазғанды ұнатамыз. Негізінде сценарист, режиссер мамандықтары ол жылдан жылға өмірлік опыт алғаннан кейін ол сен лучше боласың. Мысалға сен өмірде бір қиындықтар көрдің, енді біреу ажырасады, біреу ата-анасын жоғалтады деген сияқты сол нәрсені көріп сен өмірлік опыт аласың, осы сценарий жазуда өз көмегін тигізеді. Нақтырақ егер де мына ажырасу мәселесін айтатын болсақ, ол кезде біз енді бірнеше адам болып жаздық қой. Жалпы бізде көп сұрайды, анау кімнің идеясы, мынау кімнің идеясы. Бұл енді команда жұмыс болған соң біз ол нәрсені айта алмаймыз да, бірақ ажырасуға келген кезде сол Азамат Рзағалиев ағамыз айтты, осы тақырыпты қозғасақ, осыны айтсақ, бір сондай бір глубина керек деген сияқты. Сөйтіп оны қостық, ол да мүмкін сіз егер бір рилстарымызды көрсеңіз, бізде бір ажырасу тақырыбын көтергенбіз, өзіміз рилста. Жеке өз басыма осы ажырасу деген тақырып қатты триггер. Қатты мен прям қаным қайнайды бұл тақырыпта. Себебі таныстарым, достарым ажырасып жатқан кезде мен енді тырысам бірдеңе ақыл айтып, өйткені қаламаймын да ажырасқан. Ортада бала болса, тағы енді бір әр отбасының өзінің бір қиындықтары болады ғой, енді ұрсысасың, анау мынау болады деген сияқты, бірақ ажырасу ол самый крайний выход деп ойлаймын да. Сол себепті ол тақырып ол іште маған бір мені алаңдататын тақырып болғандықтан ол жақсы кірді. Ары қарай диалогтарында жазғанда мынаны былай істейік деген кезде ол бір жаңағыдай туысқандардың арасында немесе біреуді ажырасқанын көріп сөйтіп соның барлығы ол іште бір жадына сақталады, сөйтіп ол іштен шығады ғой, былай айтқанда. Ең бастысы триггер болды дейсіз ғой, то есть. Иә, боль. Қатты боль болды. Қазақтар ажыраспаса екен дейсіз ғой. Иә. По-моему, менің ойымша бізде той официально көп болады да. Мысалы Европада там анай гражданский брак дейді да, екеулері тұрып жүре береді да спокойно. Кейін аналар расход жасағанда ешқандай статистикаға түспейді да ол. Енді менің ойым, бізде халық саны аз ғой. 20 миллион, сол 20 миллионға шаққанда орташа есеп біздікі сондай жоғары болып тұр да. Бірақ енді алаңдататын сұрақ ол көп жағдайда жаңағы енді ел не деп ойлайды деген мүмкін мәселе де болуы мүмкін. Немесе ана тойда кредитқа алып, ар жақта шу, енді неше түрлі жағдайлар бар ғой. Хотя бы біздің кинода жаңа өзіңіз айтқандай подкастты бір адамға пайдалы болса деген, жаңағы біздің киномызды хотя бы бір адам соны ойлап, шынымен солай ғой деп бір ойын өзгертсе, ол үлкен жеңіс. Ажырасайын деп жатып, әйелім не болады, балам не болады деп. Ол да бар. Немесе мысалға бір шынымен қазір ажырасқан қаншама
әйел адамдар бар мысалға, иә. Олар да енді шыны керек, олар да бақытты болуға лайық, бақытты болу керек. Бізде көбінесе ажырасқан әйел клеймо. екінші сорт қой болды. Сен уже ажырасқанға басқалай қарайды. Тек қана еркектер емес, жалпы қоғам солай қарайды да. Мынау ажырасқан әйел деп болды. Сол себепті біз соны хотя бы біраз адам соны ойын өзгертсе, ол үлкен жеңіс. Жалпы өнер деген сол ғой, ол бір ойын жеткізу керек, оны айту керек, жай ғана ол хихи-хаха болмау керек деген сияқты. Мысалы, енді біздің халық, біз енді комедияны жақсы көреміз. Комедия негізі өте қиын жанр болып саналады. Сол күлкі арқылы сондай нәрселерді жеткізуге тырысамыз. Негізі күлдірту қиын, иә? Негізі қиын. Жылату жеңіл, оңай, күлдірту өте. Бірақ сіздер күлдіртіп отырып жылаттыңыздар ғой, короче. Жестко вариант. Шыны керек, бас кезінде өзім андай ожидание бұрын енді біраз киетін, ожидать етіп отырасың, мынау атат деп, ол атпайды. Сосын бұл жерде қатты өзім ожидание ештеңе күтпедім. Сөйтіп шыққаннан кейін, бірақ бірінші аптада 432 миллион жинаған кезде Құдай қаласа ярдқа жетеді деп уже бір сенім болды. Тіпті біз бір рилс бар, қазақтың 1 миллиард жинаған киноларды Формула 1 қосқан кезде миллиард жинады деген хабар болмай тұрып, сол рилсті дайындап қойғанбыз. Уже примерно анализ жасадыңыздар, прогноз жасадыңыздар. Егер 3 күнде, по-моему, 452 миллион ба? Сондай жиналды. 4 күнде, четверг, пятница, суббота, воскресенье жинады. И плюс менің ойымша параллельно вообще кино болған жоқ. Жазда көп шықпайды, себебі жазда көп бармайды, бәрі отпускта болады, тауда, далада жүреді, ТРЦ-ларда болмайды деген сияқты. Сөйтіп қазақтың кино шықпағаны біраз болып қалды жазда. Сөйтіп шықты, ол да бір себебі. Енді айтып тұр ғой, сол береке деген нәрседе бәрі барлығы келіп қалады да, соған бір жеңілдіктер болып қалады. Именно сол августта шығу керек болғаны, осындай болғаны деген сияқты ғой. Көреміз енді ары қарай не болды. Әлі күнде жоқ. Жоқ, шықты. Қайтадан шықты. Оны көрдік. Мен көрмедім әлі, бірақ оны да мақтап жатыр. Басқа жанрда деп. Ол да жинайды, потому что выигрышный. Запрещенный прием дейміз, ниже пояса ұрасың ғой. Сондай приеммен қолданып тұр да олар, короче, ше. Ол таза сценарий емес, ол жаңағы наводнение, новое что-то. Условно, қазір землетрясение түсіріңізші. Ярд 100% жинайды, то есть что-то новое. Жас емес Дубайға сол шығады, Құдай қаласа. Содан кейін ары қарай уже. Ары қарай страшно. Благодарят көп шығады. Но жаңағыдай сол мен айтып отқандай әдемі. Жаңа сіз айтып отқан береке, пустой рынокқа кірді кино, реально альтернатива жоқ. И все, кетті. Бірақ енді жазда шыққандар болды. Именно бізде қазір жаздағы рекордты біз жасадық. Жазда ондай ешкім жинамаған. Көбі жазда шықпайды да. Енді осы киноға қатысты бір сұрақ, 1 грамм болса да ой болды ма? Қазір ярд жинайды, Құдай қаласа. Все деген бір болады ғой, бір осым бір жинайтын сияқты. Бірақ жаңа сіз айтып отырсыз, ешқандай үміт салмадым. Но бір іштей бір ой болды ма, какой-то бір зерно болды ма? Ярд жинайды деп. Ол киноға дейін негізінде андай бір арман болды. Бір миллиард жинайтын бір кино жасақ қой деген себебі. Енді миллиард жинау деген ол да бір енді жетістік, показатель, ол енді кино жақсы деген сөзді. Енді әлі сол, енді ең бас кезінде Нұрлан ағамыз бірінші миллиард жинады, сол кезде бәрі шулады. Сөйтіп Дариға апайларымыз, олар қазір рекорд, оларда таптымау 1.8. Сол кезде бізде солардың қатарына қосылсақ қой деген арман болды. Оған дейін кинолар жазылды, шықты, олай болмады. Бірақ енді Дарханға сценарийді оқыған кезде кофейняда отырып оқыдық. Ол енді опыты бар жігіт, білет, сценарийді түсінеді, қалай деген кезде ол тыңдады да, бір ешқандай сұрағы болмады. Керім, маған ұнайды деген кезде мен ойладым, мынау онда бір Құдай қаласа бір жақсы болады ау деген бір ой болды. Бірақ анамды жаңағыдай өзім іштей ожидание ештеңе болмайды дегенде бүйтіп ұмытып, уже үміт сәл сөйтіп мысалға съемка кезінде уже бір площадкаға барып көрдім, сол кезде бүйтіп жақсы болып жатыр. Сосын монтажын көріп неткен кезде деп бүйтіп үміт уже өсе бастады да. Ал жинады деген кезде енді сезім іштей андай шапалақ болды, керемет сезім болды. Сырттай қатты білдірмедік, енді сөйтіп
жан жақтан барлығы құттықтап жатты, жақындар, таныс еместер деген сияқты. Кстати, кейбір адамдар ойлап жатыр, ол миллиардты біз таптық деп. Ол Каспиіңізді ашып құттықтасыз ба деп. қарызға қалды ма деп ше. қарызға, брат, қарызға берші деп. Олай емес. Бірақ енді шүкір, енді ең бастысы, енді өзіме, жеке өз басыма, сондай қазақтың миллиард жинаған кинолардың қатарында болу мен үшін үлкен бір мәртебе, өте қуанышты. Яғни көрерменнің жүрегіне жеткен Иә. бір былайша келгенде түйсігі бір түйіп көрермен өзіне сабақ алған бір фильм болды деп ойлаймын мен. Шыны керек, өйткені реально өтті деп айта аламын. Сол жақсы да, бір жағынан сіз енді көрдіңіз да? Мен көрдім. Көргеннен андай күшті прям. Атма, короче, кірдік, сәл настроениесі кірген, бір көріп настроение көтеріліп, эмоция. ажар жоқ. И потом барып, мен тикетоннан көрдім. Потом барып. Потому что мен көргеннен кейін барып жинап тұр екен да бұл целом ше. 450 мәссаған деймін да ше. Ана сосын сайын деген осы жерде тоже көкейде жүрген сұрақ. Тикетон бар ғой, кассовый сборы. Сол даныларды қай жақтан алады негізі? Полный одан бір доступ беріп қоя ма? Ол жағын білесіз бе? Бокс офис деген не бар, енді мен шыны керек оның нақты системасын білмеймін, бірақ олар енді толықтай жаңағыдай қаншама кинотеатрға қаншаға адам барды деп сондай бір өзінің бір системасы бар ғой деймін. Нақты оны білмеймін мен шыны керек. Бірақ мен білетінім, мысалға первый уикенд деп шығады ғой, ол сол жаңағыдай негізі демалыс күндерін жинағаны. Ол вторник күндері шығады, соны білемін. Қалған ол ақпараттарды білмеймін енді. Фильм ретінде уже ярдты білеміз, миллиард жинады. Енді сұрақ туындайды, мен емес, бәрі қойып жүрген шығар. Қанша табады деген бе? Жоқ, қанша табады деген санап тастадық уже. Қанша табадыдан проблема жоқ. Примерно плюс-минус диапазон. Дәл осы киноны түсіруге қанша қаражат кетті деп ойлайсыз? Мен енді ойым бір орташа есеппен алғанда 100 миллион, 100-130 миллион. Өйткені ауылда түсірілген. Я енді бір жағында расход енді өзің съемкада жүрген адам болған соң білесің. Камера Ари 35-ға түсірілген, полный долимен түсіріпті, бэкстейдж нені машинамен жүрген кезде полностью жаңа ғана сол машинаны талқылаған. Соған отырғызып барлығы. Енді актерлар енді жалпы қазіргі уақытта сол орташа баға сондай ғой. 100 миллион. Осы жерде енді математиканы қосып жіберсек, менің ойымша, естігенім бойынша, рас па өтірік па, 50%-ын, мысалы, миллиард жинады дейік, сразу кинотеатр алады. 50% кинотеатрдікі болады. 500 миллион кетті. Налогты, условно, миллиардтан төлейме екен, или сол кинотеатрға беріп тастап, қалған 500-ден төлейме. Так, вот, соны білмеймін нақты, налог жағын, бірақ білем налог төлейді, сөйтіп дистрибьюторлар бар. То есть, 1% оларда. 1% какой-то пайыз. То есть какой-то пайыз. Жартысы кинотеатрға кетеді, тағы плюс дистрибьюторға кетеді, тағы плюс налогқа кетеді. Содан кейін егер де мысалға инвестордың ақшасы болса, ол инвестор өз ақшасы қайтарады. Енді ол внутреннилар ғой. Ал енді негізінде сол расходы сол налог и дистрибьюторлар. Сосын тағы да бір моменттер бар шығар, өйткені мен білмеймін, өйткені продюсерлік жұмыстарға араласпаймын. Плюс-минус деп примерно білемін, примерно соны білемін. Алдағы уақытта ой бар, енді өзіміздің бір кино түсіру, бастан аяғына дейін деген сияқты. Әзірге сценарист болып, актер болып, енді негізі бас кездерінде тіпті мен редакторлықтан басқа администраторда болдым на площадке. Ең жаман жұмыс, ең ауыр жұмыс. Администратор деген ол ең бірінші керек. Как бы второй режиссер ма или отдельно? Ол администратор деген не ғой андай? Максимально съемочный команданың жағдайын жасайтын адам ғой. Водительдарға анау-мынау деген сияқты. Ең бірінші келеді. Мысалы, команда сағат 7-де жиналса, олар 6-да келеді. Команда сағат 8-де кетсе, олар 9-да кетеді деген сияқты. Енді сол кезде біз жаңа қоныс деген өзім сериалын түсіріп жатқан кезде, сол кезде бәріміз енді біздің жоба болған кезде сөйтіп ат салыстықты, бірақ өте ұнамаған маған сол кезде. То есть енді, в принципе, жаңағыдай второй режиссер, редактор, бүкіл команданың жұмысын білем, кухняны білем деген сияқты. Сол енді Құдай қаласа болашақта, Аллах нәсіп етсе, өзіміз бір кино түсірсек, әйтеуір соны барлығын білеміз. Енді қазірдің өзінде де енді кішігірім продакшн болып, кішігірім мини енді рекламалар түсіріп жүрміз, сол мини кинолар деген сияқты. MR продакшн жасап жатырмыз. Сол енді соған
мына математиканы естіп бүкіл халық кино түсіріп кетпесін. Енді көп мысалға кинолар ақтамайды. Может, максимум ақтайды, но дальше ақтап таппайды деген сияқты минусқа кететіндер қаншама көп. Енді ол қандай тәуекел ғой. Тәуекел ету. Кім тәуекел етпейді, сол табысқа жетпейді деген. Жерде бірақ тәуекел еткенде де сіз қазір енді осылай плавно келдік. Бір сұрақ қойып жіберейін, сіздің биографияға оралмай тұрып. Неге адамдар біразы сізді отметка жасап отыр? Условно мен біраз кино білем, миллиард жинаған. Тот же самый жаңа Нұрлан Қоянбаев ағамыздың киносы, Дариға Бадықова, сол кісінің киноларында мен көрмедім, чтобы сценаристарда отметка жасап, мысалы отметка жасайды, сол Аза деген кісіні, сол кісіні и сізді. Дәкең бар, Қанатжан бар, сол бір какой-то не. Бірақ мен бірінші рет көріп тұрмын, өзім практикамда сценаристар отмечать етіп, миллиард жинады дегенде. Жалпы қалай туысқандарым отмечать етіп жатқан? Ондай көп туысқан жоқ деп па? Жоқ, туысқандар, таныстарда енді сол кішігірім бір танымалдық болғандықтан. Осы жерде личный бренд ойнатыңыз ғой. Өйткені міндетті түрде сіздің былайша келгенде жаңа жеті қырлы бір сырлы екеніңіз білеміз. Сценарист, жаңағыдай кішігірім кәсіпкер, плюс актер. Мысалы Додо пиццаныкі бар, KFC, Додо, Билайн, Сарағаш, Тимучин, Адамбол, Африкаға барып кино түстік. Негізі сол сценарий, сон сценарийінде біз жаздық. Негізі адам болды ма? Қатты ұнаған сол сценарий маған өзіне. Просто бірақ ол кино былай атты. Ол атпады. Енді оның бір себебін былай деп ойлаймын, ол совместный Нигерияның Нолливуд деген бар о жақта. Нолливуд. Голливуд, Болливуд, Нолливуд. Негізі рынок өте үлкен о жақта Африканың. Сол басында бұл тек қазақстанский кино болу керек болды. Біз солай жаздық, тек біздің өзіміздің халыққа деп жаздық та. Сөйтіп жазып болғаннан кейін, оказывается, совместный кино екенін біз түсіндік. То есть Нигерия продакшн продюсер, олар сценарийді оқыды да, енді олар жігіттер бұлай болмайды, неге солай жазыңдар, біз де араласамыз деп, олар сценарийді өзгертеді. Сөйтіп аралады. 50% вообще басқалай болады. То есть негізі Нигерияда түсірілмеу керек пе? Әлде Нигерияда түсірілу керек болған. Бірақ анандай біз ойлағанбыз, біз өзіміз барамыз, түсіреміз, қайтып келеміз. Сөйтсе бұл Қазақстанға да Нигерияға да шығатын кино болғандықтан совместно ол жақтың сценаристері араласа бастады. Кәдімгідей сценарийға араласты. Сөйтіп олар өздерінің версиясын жіберді. Ашуланып, неге солай деп, кәдімгідей олай болмайды қой деп. Енді біз сценарист болғаннан кейін біз әр әрпіне дейін бүйтіп таласамыз да, былай болу керек, сөйту керек деген сияқты. Сөйтіп, мен шыны керек сценарийді кәдімгідей нигериялық біздің әріптестеріміз құртты. То есть екі қоянды адам деп жүріп, еш нәрсе болмай қалыпты. Енді білмеймін енді қалай. Екі аудиторияға істейін деп тұрсыздар ғой сонда. Солай болу керек болды. Өйткені негізі ол жоспар бойынша Netflixқа шығады деген кино болды. Енді Нигерияда әлі премьера болған жоқ. Хотя бізде премьера болғаны 1 жыл болды. Олар тек жақында ғана бір тизер ма, трейлер нетті, сол рынокқа деп. Бірақ енді ол жақта Нигерияның өзінде 250 миллион халқы бар. Ол жақта олар 250 миллион? Бүкіл ақтап алатын сияқты. Олар, ол жағынан қатты уайымдамайды, олар еще нелерге сатады, сол стримдарға сатады, сөйтіп. $1 сатқан өзінде деген жақсы. Басында енді в первую очередь актер қып, позиционерім актер. Сөйтіп кейін 16-та 15-те сценарий бастадық, сценарист болып. Енді актерлық әлі пока анандай бүйтіп, осы қолынан келсе алып қаштай атқан әлі, прям атқан жоба жоқ. Бірақ жалпы енді киноға түсіп жүргенімізге сериалдарға біраз сериалдар болды. Шүкір, бұлдың барлығы енді бір мен үшін первый очередь жақсы опыт, өте керемет опыт. Жалпы қазір енді соңғы жылдары маркетингке де араласып жүрміз. Өнер мен маркетинг өте ұқсас деп ойлаймын. Сөйтіп жаңағыда кинодағы опытпен кәсіп ашқаннан кейін маркетингті қосып бір жақсы қазір рекламада жүрміз. Реклама вообще қатты ұнайды маған өзім. Себебі бір мини фильмдер деп қараймын өзім соған. Мини фильм енді оны жүзеге асыру уақыты тез жасайсың, тез шығады, тез жүресің. Сол үшін қазір сол жақтамыз. Параллельно. Жалпы сіздің шығармашылық жолыңыз енді осы жерде тоқталып өтсек, жалпы сценарийге келуге не себепші болды? И жалпы өзіңіз туралы бір ауыз сөз айтып өтсеңіз, қай жерден тумасыз? И жалпы осы қолыңызға қалам алып жазуға не себепші болды? Жалпы өзім Шығыс Қазақстан
облысы Самар ауданы Самар деген ауылдың тумасымын. Сол жақта оқып мектеп бітіріп Өскемен қаласында химия пәні мұғалімі оқуға түсіп. Мәссаған. Бірақ енді шыны керек әкем үшін ғана түсем, өйткені әкем диплом керек деді. Басында Жүргеневке актерлыққа түсейін деген кезде әкем айтты, актерлық деген ол еркектердің профессиясы емес деді де, енді әкеме қарсы шықпай сонда барым. Бірақ енді жаңағыдай сондай сценарий болды да өмірім. Мен бірінші курста оқып жүрген кезде мен Шығыс Қазақстан облыстық драма театрына актер болып кірген жұмысқа. Сол кезде жас актерлар жоқ. 3 ай испытательінде боламын. Енді жас актерлар жоқ. Біз айтыр Тимур деген ағам бар. Ол сол кезде музыкальный группасы бар. Олар театрда репетиция жасайды. Репетицияларына барып, сол кезде режиссер мені көреді. Істейсің бе, көресің бе деп шақырады. 3 ай испытательінде жүремін. Сөйтіп, кстати, сол кезде 3 ай испытательден кейін жұмысқа алады. Жұмысқа алғаннан кейін бір спектакльда ойнаймын, бір кіріп шығамын. Сол кіріп шыққаным үшін 400 теңге алатын. Сол 2010 ба 9 ба солай. Еще андай ғой. Ол спектакль айына 2 рет, 3 рет ойнай алады. Мен 800 теңге, 1200 теңге. Еще ұялмай бухгалтерияға барасың. Ол кісі бүйтіп тік санап береді. Сөйтіп сол жақта 5 жыл жұмыс жасайын. 5 жыл жұмыс жасап 2014-те Алматыға көшем. Алматыға көшіп келіп, осы жақта Нұрдәулет Шертін деген ағамыз, сол Лимон шоу деген. Ол кісі Шатақхана, Астана, Казахи, легенда ғой ол кісі. Сол кісі Лимон шоу театрын как раз сол уақытта ашады. Олар августта ашады, мен сентябрьде келем. Сөйтіп бұйырып тұр, сонда актер болып келем. Сол жақта жұмыс жасаймын. Где-то 1,5 жылдай ма. Сөйтіп сол жақтан кеткеннен кейін Рысқұл сценарист ретінде сол уақытта басталады. Дастан Қалдыбаев деген ағамыз бар. Тоже КВН, сол Нұрдәулет аға барлығы бірге КВН ойнаған, мықты продюсер, сценарист. Менің ойымша қазақ тілді сценаристердің ішінде номер 1 сол мен үшін Дастан аға. Сол кісі үйретті. Бірақ басында алғысы келмеді мені. Енді сценарий жазбағам, актер болып жүрмін. Бірақ күнде келем бүйтіп. Олар разгонять етеді сценарийді. Мен қастарында отырамын, білмеймін сценарий не туралы. Бірақ егер де балалық шаққа қайтып келетін болсақ, негізінде мектепте әрқашан шығарма жазу, сочинение да всегда андай. Бірінші орындар алатын деген жан салмайсыз. андай бір идея ойлап табу деген сияқты сол жағынан всегда жақсы болатын. Бәлкім ол енді әр адамға Алла тағала бір қабілет береді ғой. Сол қабілет сол просто іштей бар болды да. Сөйтіп Дастан ағаларға келіп, ол кезде аты шулы Жаңа қоныс деген сериал Қуандық ағамыз ойнайды, квартиранттар. Олар кино шықты. Киносы Күшік құда. Күшік құда квартиранты. Сонда жаздық, Аллаға шүкір. Сөйтіп сол жерде де сценарист болды. Ол енді негізі ол енді алғашқы андай. Ол карантиннің кезінде қалды просто. Жоқ, ол да негізі енді қанша жинағанын білмеймін. Бірақ халық арасында жақсы шоу. Өте ұнады. Әлі күнге дейін көп айтады. Мысалға, Боль. Күшік құдадан жақсы ма деп сұрайды кейбір киноларда. Ол енді нақты әр қазақтың, қалада тұрған қазақтың болы ғой, квартира. Жос, мен де соны көрдім. Бәрі оны қаншама көргеннен кейін квартира алу обязательно деген стереотип басыңа отыра қалады ғой. Ол енді өте енді маған да өзіме қатты ұнайтын жоба. Сөйтіп Дастан ағалармен Жаңа қоныс 2 сезон жаздық. Артынан сол Жаңа қоныс квартиранттар деп атын өзгертіп, тағы да 2-3 сезон жаздық. Сөйтіп Күшік құданың негізі Дастан ағаны 8 ай уговаривать еттік, аға осыны жазайықшы деген. Енді Дастан ағаның андай деңгейі бөлек, бізден енді әлдеқайда жоғары андай ой өрісі, чуйка дейді ғой. Сол жағынан ол кісі қатты қарайды да барлығын. Өтеді, өтпейді. Көзі жетсе, оған ұнаса болды десе, ол кісі бастайды. Алай просто так эмоцияға салынды бастамайды. Бізге негізі Күшік құда ол басында аты ғана шықты, Күшік құда деген. Күшік құда деген ат ол ана Жаңа қоныс сериалында болған. Қуандық аға есінің ұлы мен Қуандық ағаның қызы жүретінді. Сөйтіп ана кісі жұрт ойлайды, мен Күшік құдамын деген, содан шығады да. Сөйтіп Дастан аға Күшік құда деген ат күшті ғой, осыған жазайықшы деп балалар болып бәріміз 8 ай ағаға айтамыз. Сосын бір күні жазайық дейді.
сөйтіп қыста жазып шүкір жақсы болды. Артынан донор тоже қуандық аға, Баян Есентаева, студент көке. Сөйтіп одан кейін енді басқа жоба Сәлем Европа деген бар, Руслан Акун деген. Көрдім. Тоже сіздер жаздыңыздар. Сол Руслан Акун бәріміз бірлесе. Руслан Акун деген негізі өте айтып өтейінші, ол кісі пейдждің режиссері, өте қатты ол кісіні сыйлаймын, жақсы көремін, өте дарынды, өте профессионал. Ол кісімен жұмыс жасаған бізге ұнайды, оған да ұнайды, бізбен же білмеймін, енді біз негізі қалған уақытта тек телефонда онлайн. Қазақ қырғыз бір туған деп жаздырып. Ол кісі мысалға анда кейде еще Рыся деп айтатын. Рыся, мындай бір идея бар, оқып көріңдерші, қалай сен өзі ойларыңды айтыңдар, сөйтеді нетеді. Содан кейін біз ненің «Миллионеры из общаги» деген сериал Руслан мен бірге жаздық, ол ютубқа шықты. Ол жақта да в принципе жақсы көрсетті өзін. Содан кейін «Каникул оффлайнның» үшінші частын жаздық. Сериалдар, басқа да сериалдар жаздық. Енді шүкір Аллаға, осы 10 жылда біраз жобалар жаздық. Енді жалпы мына сізде қазір кітап тұр екен, басқа «История на миллион» деген. Негізінде жақсы кітап, тоже оқыдым. Сценарист деген, енді біз шыны керек, кейде қалжыңдап айтамын, біз андай степной сценарист дейміз да. Енді оқымағанбыз ғой сценарийді. Практический сценарист. Стептен келген біздер, қазақтың даласынан, ұлы даласынан келген сценаристар. Жалпы мынаның барлығы керек, білу керек. Біз жаңағыдай арка героя деген бар, трех актовый деген бар, midpoint деген нәрсе бар. Кстати, оның барлығын біз Алишер Утев деген ағамыздан, тоже ол кісімен өткен жылы бір сериал жаздық, қазір тағы бір сериал жазып жатырмыз. Сол кісіден де біраз үйрендік. Ол кісі де сценарист. Ол кісі сценарист, Алишер Утев. Режиссер білеміз оны. Ол кісі негізі өте мықты сценарист. Негізі ана бизнес по казахскийдің бірінші частын сол кісі жазған. Алишер ағамыз жазған, өзі түскен еще сонда. Енді ол кісінің атқан жобалар өте көп. Брат или брак, Сержан братан, 5.32 кітаптар оқыдық, тағы «Спасите котика» деген басқа кітаптар оқисың, потом анда видео уроктар көресің. Кез келген кітапта бұл осы кітаптың авторы айтады, бұл теорияны білген бәрі жақсы дейді, бірақ сен жазбасаң, одан түк пайда болмайды. Сен жаз дейді. Сен әр жазған сценарий сайын сен одан да лучше боласың дейді. Сол енді бізге шүкір осы опытпен көп нәрсе келді. Енді мысалға кейбір жұмыстарым бар, оларды мен айтқым да келмейді, ұялам ол туралы. Кейбір жұмыстар шынымен андай, саған андай бастапқы кезде жазған сериалдарымыз бар. Енді опытпен келген нәрсе, шүкір. Енді мысалға кейбір нәрселерді біз мүмкін теорияда білмейтінбіз оны, бірақ біз оны подсознательно енді жалпы әр адам менің ойымша біледі. Енді бала кезден біз ертегілер тыңдаймыз, кино деген сияқты, сол бір іштегі нәрсе сөйтіп жазылады. Сөйтіп жазғаннан кейін, мынау екен ғой деп білеміз, мынау осындай нәрсе екен ғой деп. Сөйтіп айтарым, егер де бір жас сценаристар болса, осының барын міндетті түрде білу керексіздер, оқыңыздар, бірақ міндетті түрде жазу керек. Міндетті түрде жаза беріңіздер. Ол сізге бірден ата салмайды, бірден ұнау да мүмкін емес, продюсерларға сізге, бірақ жаза беру керек. Егер де мысалға болды мен сценарист болам деп шешім қабылдаса, яғни Рәкеңнің өнер жолы сонау Шығыс Қазақстаннан басталған, одан кейін Алматыға келіп табандылықпен бір жарды десек болады, өйткені ешкім алғысы келмеген, успех солай басталды. Бәрі Стив Джобсты Гарвардқа алғысы келмеген, бір какой-то сондай нәрсе болады. По-любому өмір бір сені сынайды, шыңдайды. Сол үшін одан кейін әрбір біз подкастымызда әрбір келген қонақ айтады, білім. То есть осы 6-шы подкастымыз түсіріп жатқан әрбір адамның айтатыны білім. Бірақ жаңағыдай сіз айтқандай, яғни егер сен мысалы арнайы оқу орнында оқымасаң да, міндетті түрде осылай литература оқып, базаны міндетті түрде білу керек. Табандылықпен, оның бәріне қоймай, плюс жазып отыру керек, практика. Яғни практикаға жету керек. Яғни мен Құдай қаласа, енді сіздің осы жолды бастар алдында сондай бір миллион адам менің жұмысымды көрсе екен, бағаласа екен деген ой болды ма? Білмеймін, енді ондай прям қатты ниет болған жоқ, бірақ енді өзіме бір кино бар,
кино дегенде бір идея дейін бе, бір тақырыпта кино түсіргім келеді. Енді қандай тақырып екенін айтпай ақ қояйын әзірге, өйткені андай көп, енді мақсаттарымды көп айтпаймын да, негізінде ана. Пока жасап болмағанша, негізі соны айтпау керек негізінде. Сөйтіп, сол киноны түсірсем екен деген бір арманым бар, ол бұрыннан келе жатыр, бір сол 10 жыл болған шығар, наверное. Құдай қаласа соған жетем деп ойлаймын. Ол жерде сол киноның түсірудегі мақсат, ниет ақша табу емес. Жалпы сол тақырыпты айту деген сияқты. Халыққа жеткізу, жалпы әр сценарист, режиссер, ол художник қой. Художник, ол өзінің бір іштегі нәрсесін бір айтқысы келетін тақырыптарды негізі айту керек деп ойлаймын өзім. Сол себепті сол тақырыпты касса үшін емес. Бірақ жаңағыда сіз айтқандай, енді 1 миллион болмаса да бір енді 1 миллион дегенде нафтой санындай бір количествода емес, бірақ бүкіл Қазақстанға бір соны көріп, Қазақстан бір халыққа ұнаса ғой деген бір арман ниетім бар, Құдай қаласа. Енді Алла қаласа соған жетеміз деп ойлаймын. Яғни әрбір қазақ туындыңызды көріп, бағасын беріп, солардың жүрегіне жетсе деген ниет. Енді бір іште көкейімде жүрген бір өзі бір тақырып деймін бе, ойыма соны бір бөліссем екен деген. Өйткені ол енді әр кез келген қазақтың баласына бір жақын тақырып деп ойлаймын. Сол міндетті түрде соны көріп, ойлап, жаңағы сіз айттыңыз ғой, тіпті бір адам деген сол өте жақсы да ниет. Енді менде сол да бір адам тіпті өз ойын өзгертсе ғой деген, біз жаңағы сценарийда контент түсірген кезде де ойлаймыз, тіпті бір адамға пайдасын тигізсе үлкен жетістік. Сан емес сапа болса дейсіз. Коммерция жағынан қарайтын болсақ, әрине ол жерде мысалға дәл қазіргі уақыттағы ниет, мақсат, арман, ол рекордты жаңарту. 2 миллиардқа жету деген, дәл қазір. Негізі 1,5-ға жетіп қалатын сияқты. Енді Құдай қаласа сондай болсын. Бірақ андай 1,5 точно сияқты. Дәл қазіргі уақытта қанша жинағанын білмеймін әлі. Бірақ енді бір іштей сондай арман бар, мақсат бар. Енді рекорд жаңартсаң. Дариға Бадықованың озамды. Енді жақсы. Озамды. Конкуренция деген жақсы ғой, Құдай қаласа. Қуаныш па, немесе даже андай биткен андай, что такое деген сияқты бір кез келген эмоция вызывать ету керек. Егер ролик ешқандай эмоция вызывать етпесе, ол жаман. Ол сухой болады, көргің келмес, стандартный болады. Сол себепті ең бастысы эмоция және адам бір өзін тану керек. Мен де ойлаймын, егер де жаңағыдай атса ғой деген ниет болса, ол олай атпайды. Чем больше ты хочешь, тем больше болмайды. Отдаляешься. Сол себепті, в первую очередь андай, былай айтқанда, по кайфу жасау керек қой. По кайфу өзіңізге ұнай ма, мысалға сізге ұнайды, сіз чувств болады ғой, андай іштей, сезім жақсы болады сияқты. Онда оны түсіру керек. Сол подкаст ұнап отыр. Бүгін 3-ші подкаст. Айтамын да, маған ана бір роликті түсіру, бір күнде бір ролик түсірем деймін да. Мына подкаст, мен жаңа келгелі таңғалып отыр да, 3 подкастты тағы да 2 жазыламын да, условно. Кайфовать етіп жатырмын да, жастқа ше. Көріп тұр негізі, жаңа камера өшіп тұрған кезде басқалай сөйлесіп, мына жерде подкастта уже сізге қызық екен көрініп тұр, ол жақсы. Жақсы сценарийдің формуласы, ол эмоция шақыра білген сценарий. Ол атса да, атпаса да ұнайды. Ұнайды, ол да кино сияқты әр нәрсе, идея маңызды, ойнайтын актер маңызды, локация маңызды, художка, киімі, бәрі маңызды, короче. Сол жаққа да қатты мән беру керек. Біз енді в первую очередь идея, бірақ сол жаңағы каждый нәрсе, факторлар өте маңызды. Бұл прям бірге бүйтіп үйлесіп кету керек. Сол кезде де ол да бір себеп болады, Құдай қаласа ататын деген сияқты. Жаңа сіздің подкастыңызда мысалға қазір мүмкін сіз 6 түсіресіз, 7 мысалға там просмотр болмайды деген кезде де ой болады қалады, қоя салам ғой деген сияқты. Егер сізге ұнаса, ол андай ғой, сіз маған ұнап тұр, мен істегім келеді, по кайфу жасайсыз, ол түбінде бір Құдай қаласа өзінің жетістік береді ол. 10-ші ма, 15-ші, может 8-ші, 7-ші подкастың бүйтіп жолап кетіп, уже мына жақта кім біледі, Қасым-Жомарт Кемелевич деп отыратын шығар бұл подкастта. Қазір ең патологы. Мысалы мен кеше жаңа досым шақырдым ютубе. Ол айтады, Нұрлан ағамыз шақыр дейді, Нұрлан Қойбай. Айтам, почему нет? Мен мысалы келмепті да ойыма, и ол айтады, сен
қазақша істеп жатсың дейді да, бұндай қазақша жоқ аз медиа. өте аз. Именно медиада в точке болып жатқандар аз дейді. Мгм, Поэтому айт идеяңды, ол кісі тегін келіп те түсіп кетуі мүмкін. Ағамыз Иә. қолдайды ғой жалпы. То есть қазақша контентті қазақша контентті сол үшін қатты қолдайды. смело дейді да. Иә. И в целом осы сценарийға тоқталатын болсақ, сценарийда менің ойымша диалогтар қиын. Но осы диалогтарды жазғанда идея қайдан аласыз ба, или диалогтарды дұрыс жазу үшін қандай бір білім немесе тәжірибе керек? Бізге негізінде енді жалпы былай болады, структураға мықты сценаристер болады, диалог мықты жазатын сценаристер болады деген сияқты. Бірақ енді өзіме диалогтан қарағанда структура қиындау деп ойлаймын. Жалпы бағыт, маршрут былай, мына жерден кейін былай болады, мына сахна былай, мына жақта так, екінші акттан кейін былай болады, ол қиындау деп ойлаймын. То есть скелеті ғой. Иә, Қаңқасын құрап алу, ол қиындау деп ойлаймын. диалог құрудан анау қиын. Иә. Ал диалогта құрастырып аламыз, ол қандай адам, мысалға там жалғыз басты әке, бүйткен военный болған, осындай болған, таксист па, мынау ма деген сияқты. И примерно жаңағыдай мысалға сіздің өмірлік опытыңыз бар, сіз примерно бір сіздің таныс мүмкін военныйыңыз бар деген сияқты. Сіз примерно білесіз ол кісі қалай сөйлейді деген сияқты. Сол кезде бір андай сенің миыңда бір персонаж тұрады, жаңағыдай жалғыз басты әке, военный, и сол қалай сөйлеу керек, не айтады деген модель поведениесін уже сол уже білгеннен кейін уже оның сөзі шыққан, жеңіл шығады уже. Осай бүйтіп. И біз еще кейде кофейняда жазып отырған кезде бізде ана кейбіреулер бүйтіп сырттан қарап біртүрлі қарайды, ауырма, біз анадай бүйтіп бір-бірімізге ты чё, бірдеңе, жауап аузыңды бірдеңе деп диалогты сөйлесіп кетеміз. Сөйлесіп отырасың. Ана персонаж болып сөйлесесің бүйтіп, өзгертесің деген сияқты. Жалпы именно сценарий кезінде, сценарийді мысалға мен сізге оқимын ғой, сол кезде диалогтарда сіз тыңдап отырған кезде олар бәрі бірдей сөйлемеу керек. Ол кейде болады сондай косяктар, ол дұрыс емес. Әр персонаж әртүрлі сөйлеу керек. Өзінің бір айтатын сөздері, манерасы деген сияқты әртүрлі болу керек. Сол кезде сол үшін біз сөйтіп өзіміз бір сөйлесеміз, ана персонаждың орнында. Сол үшін бізге диалог жазу енді оңайырақ негізінде. Бірақ кейбір адамдарға структурадан мықты болған диалог жазу қиындау болады деген сияқты. Бізде шүкір енді командамыз бар. Осы жерде айтып өтейін, Ернат Байшалов деген менің соавторым, осында 10 жыл біргеміз, біраз жоба жаздық. Өте дарынды жігіт, бірақ өте интроверт, сыртқа шықпайды. Енді екеуміз уже андай болады ғой, кейде мысалға болады, бір жаңа авторлармен танысып, идея разгонять еткен кезде разгонять ете алмайсың, қиналып кетесің. Ойлап қаласың, қалай деп еще кейбіреулер шақырып алады, не осындай сценарист дейді. Барасың, ана жерде бір коннект жоқ та, бір эмоциональный связь дей ме, ондай бір адаммен ашыла алмайсың. Кейбір адамдармен болады, мысалға. Мен мысалы қазір сізбен жақсы сөйлесіп отырмын. Кейбір подкаст интервьюда бір қысылып қаласың ба, сондай бір нәрсе бар. Сағатыңыз бірде бар. Мүмкін содан шығар деп. Сағатыңыз еще микрофон бірдей ба? Микрофон бірдей. И сол Ернатпен бізде коннект күшті. Прям уже бір-бірім, как будто бір-бірімізге қарап сөйлесе аламыз да, бір ойымызбен сөйлесе аламыз. Сонда байланысты. Түйіндейтін болсақ, ең басты диалогқа миыңды ашытпай, бірінші структурасын дұрыстап аласың. Одан кейін диалог өзімен өзі келеді. Одан кейін персонажға қарайсың. Нақтырақ уже оның Библия геройы деген бар да, ол анда туғаннан бастап ол тіпті ол сценарийда болмау да мүмкін да, мысалға. Оны да зерттеп тастау керек. Оны ол волейбол ойнаған кезінде деген, ол аяғын сындырған деген сияқты. Ол біз уже мида бізде бір аватар болады персонаждың. И біз уже ол персонаж қалай сөйлеу керектігі ол уже іштен уже шығады. Сол кезде жеңіл болады. Одан кейін сол персонаждың даусымен болмаса да бір адам болып оқымай, екі адам болып, соны бір-біріне оқып, проговаривать етеміз, кейде арасында болады. Ата енді қатты маңызды емес, бірақ біз енді жазған кезде диалогта келген кезде болды, жапшы аузыңды деп бүйтіп обязательно сөйлеп тыңдап нетеміз. Енді біреу тыңдап жақсы қабылдайды, біреу оқып жақсы қабылдайды. Мысалға жаңағы қолынан келсең алып қашты, айтпақшы біз читкада оқыған кезде актрисаларға ұнамады сценарий. Кейбір адамдар сол мысалы оқыған кезде, тыңдаған кезде дұрыс қабылдамауы мүмкін деген сияқты сондай моменттер бар. Сценаристерге, жас сценаристерге бір қасыңызда бір адам болса жақсы.
былай дұрыс деген кезде басқа бір мнение өте жақсы негізінде. Біздің бәрімізде творческий кризис деген нәрсе болады. Білмеймін сізде бола ма ондай? Аз екен ондай. Менде уақыт жоқ дейді. Может, операторларда уақыт жоқ. Но енді как режиссер, жаңа проекттің бір басында предпродакшнда жүргендерде бар сияқты онда. Сол идея болмай қалған кезде условно не істейсіз там? Просто ноутбукты жабамыз да бір күн, екі күн вообще ол туралы ойламаймыз. Өйткені ми тынығу керек. Өйткені енді шынымен өте ауыр жұмыс. Мимен ойлап сценарий жазу деген. Содан кейін енді өз басым жаяу жүремін. Жалғыз жаяу жүріп, ештеңеге отвлекаться етпей, где-то на подсознательном уровне мен прям ойламаймын, қандай идея шықса ғой демес. Просто келе жатамын, басқа нәрсе ойлап келген кезде бір болады ғой, бір щелчок болады да, бір идея келіп қалады. Немесе мен қызық, маған өзіме душта түскен кезде біраз именно рилстардың идеясы душта келді. Андай кейде болды шықпай жатады, сосын жай душта бүйтіп түсіп жатқан кезде су бүйтіп ағып жатады, сол кезде бүйтіп бір щелчок келеді, бір идея келіп, ух ты дейсің да. Кинодағыдай. Білмеймін, енді кинодағыдай вообще түсіндіре алмайсың оны. Енді ол бәрі жоғарыдан деп ойлаймын. Сосын мен всегда идеядан қиналып кеткен кезде мен дұға жасаймын. Дұға жасаймын. Я Алла, бір жеңілдік бер, бір жақсы идея шықса ғой, бір берекелі идея деген кезде обязательно дұға жасаймын. Общение, все. Әртүрлі адамдармен, әртүрлі темада сөйлесесіз. Иә, сөйлесіп, сол кісілермен сөйлескен кезде де бір идея, мысалға сізбен сөйлесіп айтасыз, кеше қызыммен анда барып едім деген кезде, ух ты деп бір ой келіп қалады. Енді жаңа айтайын деп тұрғаным сценарийдің кезінде условно сізде айттыңыз ғой енді не істейтініңізді. Енді кім қолдау көрсетеді условно? Сценарий жазған кезде бір шабыттандыратын, бір айтады ғой, муза дейді ғой. Адам баласы бар ма? Әйел адам болсын, былай. Сол білмеймін, енді Ернат Елдос бар, сосын өзімнің досым бар ауылдағы, Өміржан деген. Сонымен бір сөйлесіп аламын. Ол андай бар. Менде де сондай бір дос бар. Ол сөйлескен кезде енді сценарийға идея сұрамайсың, брат, қалай ойлайсың демейсің, бірақ андай. Просто от души сөйлесесің. Сол кезде бір ми тынығып ала ма, айтыр. Сосын, кстати, мындай болады менде, жылына бір рет прям мындай шаршап қалам, миым шаршап болады, бір идеялар шықпай қояды. Сол кезде міндетті түрде ауылға барам. Ауылға барам да телефон бәрін алып тастаймын. Сол Шығыс Қазақстанға. Иә, өз ауылыма барам. Сол примерно бір кем дегенде 3 күнге барам. Бірақ соцсет, телефон бәрін алып тастаймын да. Тек қана тыныштық, ауылдағы достарым, суға түсуге барамыз, анда-мында балалық шақ деген сияқты. Сол кезде кәдімгідей перезагрузка болады. Сол жылына бір рет прям именно менде уже майда басталады, уже аңсай бастайды. Енді әр адам өз туған жерін аңсайды, содан шығар, білмеймін. Барып келгеннен кейін прям күшті болды. Шығыс Қазақстан негізі табиғаты өте дейміз. Ғайысхан ағамыздың клибін түсіріп едік. Зимовье деген ауылда. Зимовье деген. Зимовье Ридер жақта ма? Иә, Ридерға жетпей, прям тақалып тұр Ридерға жолда. Нереально әдемі табиғаты. Жоқ, күзде. Күзде. Прям ана бордовый цвет, оранжевый цвет. Кәдімгідей прям сочный, күшті кадрлар шықты да. И ауылдары прям ұйықтасаң ұйқың қанады. Ауасы таза, и бірандай тұман сияқты бір негелер тұрады ше, бір үшін сөзбен айта алмаймын. Негізі бір иісі табиғаттың шығармашылықпен аңқыған жерден шықтым дейсіз ғой. Негізінде иә, ол да бір оның да бір пайдасы бар деп бір естіген, енді білмеймін, бірақ өзім андай. Кстати, сол табиғат өте қатты маған, жаңа айттым ғой, жаяу жүрген жақсы көремін. Тереңкурда судың жағасында, жаңа судың өзенді естисің, мына жақта жапырақтар, ана жақта тиін жүгіріп жүреді деген, ол нәрсе прям маған өзіме бір шабыт береді деп ойлаймын. Енді осы жерде жалпы шығармашылық туралы айттық, енді қаржы туралы айтып өтсек, кішігірім. Қаржы туралы енді мысалы осы фильм миллиард жинады, яғни Аллаға шүкір сіздің де қалтаңыз, қанжығаңыз майланды десем болады, иә. Енді миллиард жоқ қой, енді ешкімге түскен жоқ қой миллиард, общий ортаққа түскен ақша, но все равно плюс-минус Қазақстанда сценарий болу выгодно ма? И және осылай кино миллиард жинаса, диапазон, нақты цифр айтпасаңыз болады, плюс-минус диапазон қанша табуға болады? Бірақ енді сценарист ретінде, егер толық метражды кинолар жазған кезде, енді примерно орташа 5-20 миллион арасы
мен білетін. Бірақ мен естіген бір 50 миллионға да Қазақстанда? да, бір енді білмеймін енді ол қаншалықты ол енді ақиқат. Яғни ол сумма толық командаға беріледі. Иә, сценаристер командасына. Яғни сценарист, мысалы бір сценарист болады, қасында команда болады, и суммарно неше адам жазады бір киноны? Суммарно кем дегенде 2 адам жазады. Екі адамды жазып бере алады. Иә, кем дегенде 2 адам. Ал так енді бір, в основном 2 адам, былай 3 адам, 4 адам, 3-4 адам ғой максимум. Енді бір сол ең көпші 4 адам болып жазып көрдік, 5 адам ондай болған, бірақ кем дегенде 2 адам жазады. Енді егер де нақты мен осы жолмен ақша тапқым келеді десем, енді мен ойлаймын, енді ол жол емес деп ойлаймын. Келесі сұрақ сол, қандай срокта, мысалы именно осы киноның сценарий жазылды, и жалпы орташа қанша срок керек бір полнометраж жазу үшін? Бұл сценарийға 2 ай уақыт кетті. Толықтай до я жазу, жаңағы 2 драфтпен деген сияқты. Күшік құда 20 күнде жазылды, мысалға. Ол тоқтамай жазылу ма, әлде бір күнде бір 2 сағат, 3 сағат? Жоқ, тоқтамай емес. Ол мысалға біз түстен кейін жиналамыз. Өзі бір уақыты болады. Мысалға мен кейбір сценаристер мысалы түске дейін жазған жазып береді. Маған түстен кейін жазған ұнайды деген сияқты. Біз күніне бір 3-4 сағат. Потому что уже ары қарай миың істемей қалады. Бір нақты бір 2 сағат вообще максимально отвлекаться етпей өте продуктивно. Мысалы кейбір жобаны енді орташа есеппен алғанда, наверное, 2 ай. Бірақ негізінде мен өзім қалау, мен одан да көбірек жазушы едім. Уақыт сұраушы едім негізі. 3 ай, 4 ай. Яғни бір киноны жазып атып, екінші киноны заказ алуға бола ма? Бірақ енді ол сәл дұрыс емес практика. Өйткені бізде бір рет сондай болды, бір емес, 1-2 ретте болды. Қатты қиналып кеттік. Енді миың кәдімгідей шаршап кетеді. Өйткені мына жақта мына жобаны ойлайсың, содан кейін мынаны жоба ойлайсың. Сол себепті лучше бір жазғанда бір жоба жазған жақсы да. Енді максимум 2 ай жазу деген сондай. Жалпы енді продюсерлер де сұрайды, ол кісілер андай осы уақытқа дейін жазып беріңіздерші деген сияқты. Какой-то дедлайн қояды ғой. Иә, қояды. Мысалға біз съемканы осы уақытта бастап кетеміз деген сияқты. И финансовый жағынан енді чем ерте жазасың, ол саған тем выгоднее болады да. Яғни жаңағы киноны алатын болсақ та, кино условно қай кезде түсірілді? Алып қаш? Кино майда түсірілді. Майда түсірілді. Сіздер оразаның кезі ол февральды ма? Марттың аяғында, примерно апрельдің басында бір андай кейбір правкалар болып, сөйтіп апрельдің басында. Басы деймін да, сценарийдің басы. Февральдің 4-ті балалармен кездестік. Примерно біз февральдің 10-ында ма солай бастадық біз жазуды. Сол уақытта бастадық. Еще, кстати, сол кезде бізді бір турагентство бартермен неге Таиландқа хотели жіберуге. Біз оларға контент түсіреміз. Сол кезде біз жоқ сценарий жазамыз деп, ол кезде бармай қойғанбыз. Кетіп қалсаңыздар бұл бірақ барғымыз келді андай кәдімгідей, бір аптаға бар келейік пе, Таиланд күшті ғой деп. Бірақ уже енді келісіп қойғаннан кейін, ағаларға айтып қойғаннан кейін, біз енді жалпы көп айтады ғой, өнер адамдары деген ол сендер айтқан сөздеріне тұрмайсыңдар, лақтырып кетесіңдер. Адамбыз мысалға, айттың ба, сен сөзінде тұру керексің. Сол үшін біз дедлайнға қатты қараймыз. Яғни алдын ала ескертіп болса да, үлгермей атсаң ол нормальный нәрсе, но ескерту керек. Алдын ала ескерту керек, міндетті түрде. Просто көп жағдайда мысалға мен прям кейде қатты намысыма тиеді, кейде бір таныстар болсын, таныс емес, сен өнер адам, сен айтқан сөзінде тұрмайсыңдар деген, ол дұрыс емес деп ойлаймын енді. Ол ойбай, мен өнер адам, мен сөзінде тұрмау керекпін деп олай жүрмеу керек. Ол стереотиптен алыс болу керекпіз. Айтқан сөзде тұру керек. Жалпы енді қаржылық сауаттылыққа келетін болсақ, аша түсті ғой. Сценарийдікін алдыңыздар. Осы жерде мысалы мына кассаны жинамай тұрып, условно фильм прокатқа шықпай тұрып, сіз өз жұмысыңызды жасағаннан кейін аласыз. Біз уже сразу сценарийға өзі гонорарымызды сол кезде аламыз. Бір рет актер болып бір ужастикқа түскен айтпақшы мен. 2016-да 17-те. Сол кезде қалай атауы? Во мраке деген. Сол кезде сөйтіп процент айтқан, бірақ енді ол кезде андай ақша енді квартираң бар, анау бар, мынау бар деген кезде мен айттым, мен 2 апта уақытымды бұлай тегін құрта алмаймын. Сөйтіп, и что-то маған өзіме қатты сенім болмады. Ертең процент болмайды ау деген сияқты. Сөйтіп, просто гонорарымды алдым.
бірақ негізі өте жақсы практика ол. Мен енді болашақта солай жасаймын деп ойлаймын. Егер де мысалға бір жобада бір ұсынса осылай процентіне кірсе, доляға кіріп, ол енді ортақ как тәуекел ғой, былай айтқанда көріп, сол кезде де жақсы жасайсың деп ойлаймын, Құдай қаласа. Ал жалпы негізінде творческий адам, ну не только творческий, наверное, кез келген адамның мысалға бытовой жағы бәрі реттеліп тұрса, үйің, тамағың деген сияқты жаңағы бала шаға бәрі четкий болып тұрса, сен уже ол жақты ойламайсың, сен максимально өнерді ойлайсың. Вот сол ең керемет сәттер ба. Енді ақша түскеннен кейін қалай жинайсыз соны? Условно бір жерге барып депозитқа саласыз ба, или бір үйге апарып наличивать етіп сандыққа жазып астына тұрасыз ба? Практикада ақшаны қалай бөліп, мысалы сізде бірнеше канал бар ғой, кішігірім кәсіп бар, актерскийіңіз бар, сценарийіңіз бар, продакшн бар, солардың барлығынан бір суммадан түскен ақшаларды қалай бөлесіз, қалай жаратасыз, қайда жұмсайсыз? Жалпы енді ең бірінші міндетті қажеттіліктерде, жаңағыдай квартираң бар, анау бар, ол міндетті бір определенный сумма бар ай сайынғы. Сол сумма соған кетеді. Мамам бар деген сияқты, мамам, сосын жақындарым, соларға бір енді айтады ғой, ең жақсы садақа ол сенің ең жақындарыңа берген садақа дейді да. Енді садақа демеймін енді, былай садақа ма или бір өз атына сол кісілерге бір бөлігін беремін. И міндетті түрде енді пайызбен айта аламын ба, айта алмаймын ба, определенный бір сумма, неприкасаемый сумма деп айтамын өзім, мен оны откладывать етіп қоямын. Мен оның туралы ұмытып кетемін. Қайда жинайсыз? Дәл қазіргі уақытта депозитке салам, бірақ енді ол депозиттің проценттерін мен алмаймын. Ол процент үшін жинамаймын. То есть бір жерде тұратын ақша керек, процентін енді ол жағын айтпай ақ қояйын, бірақ одан избавляться етемін, енді процент. Сол жақта тұрады, ол туралы ұмытамын. Нақты, так, осынша процент осында емес. Өйтіп прям шипительно есептеген процент жағынан есептемеймін, но примерно қараймын, мысалға мына жақтарын жаптым, өзім жүріп тұруыма осынша ақша жетеді, қалғанын все жинауға деген. Тиіспеуге тырысасыз, қоясыз. Яғни енді қазір Қазақстанда жалпы қандай жанр түрін мысалы сізге келесі болып түсіргіңіз келеді? Условно, мысалы енді комедия ол жаңағы сіз айтып отырсыз, хейт жасағандардың барлығы условно там аз процент болса да, ой қайттан комедия ма деп жасаған шығар, может, максимум. Но енді осыдан кетсек, қазақ киносына қандай жанр жетіспейді? Боевиктар бар. Енді мен өзім жақын арада боевик комедия хочу. Негізінде енді ондай прям атқан жаңа түстіңіз ғой Темучинға. Қалай болады ма? Ол былай халыққа ұнады, өтті. Енді касса жағын білмеймін қатты, касса жағын атты ма атпадым, бірақ өте жақсы түсірілген, несі жақсы. Ол бар, ол жанр тоже бар. Енді бірақ енді өзім прям хочу андай тек андай бір драма. Сосын өтірік айтамын. Драма кейінге қалдырайық. Детектив жанрында. Сондай. Өзіңіз көптесіз қана рилстарда. Соны қатты хочу. Шерлок Холмс деген сияқты. Шерлок Холмс болсын. Болады ғой, бір убийство болады деген сияқты, бір маньяк деген сияқты, соны іздейді, зерттейді деген сондай бір жанр. 5.32. Ол да кавал емес те. Ол еще сериал болды ғана, толық метражды. Білмеймін, бар ма, шықты ма, мүмкін болған шығар. Бірақ енді Құдайға шүкір қазір кино қатты дамып келе жатыр, неше түрлі жанрлар болып жатыр. Менің ойымша әлі небір мықты. Содан кейін, кстати, бір биографический кино түсірсе ғой деп ойлаймын. Мысалға, жаңағыда Әлихан Бөкейханов туралы екен, Жақсылық Үшкемпір. Бізде тұлғалар өте көп, прям андай. Маған өзіме исторический нәрселер ұнайды, именно 20-шы ғасыр эпохасы маған қатты ұнайды. 80 жылдар деген сияқты, 70 оған дейінгі жылдар андай костюм, атмосфера, бір реальный бір тұлға туралы биографический кино болса, қой түсірсе. Дос Мұқасан бар, қатты ұнады маған Дос Мұқасан, жақсы түсірген, күшті берді. Сол Голливудтың практикасында, мысалы, больше сценариймен алатын сияқты. Мысалы, «Виноваты звезды» тоже, енді қазір точно цифрасын білмеймін, бірақ 150 ма 100 есе жинаған. Соны какой-то копейка жұмсаған, ну, миллиондап долларлар ол. Но жинаған кезде жаңағыдай кратно жинайды. И біздің қазақ киносына енді түсінікті, ол біздің Қазақстанда ол сумма жинай алмайсың. Но қазақ киносы қашан Голливудқа дейін жетеді, қалай ойлайсыз?
ну не мешать етіп тұр дәл қазір қазақ киносына? Условно біз Американың киносын көреміз ғой. Мысалға Американың киносын біз ағылшынша көрмейміз. Біз қазақша, орысша көреміз. Біз үшін дубляж жасап береді. Но қазақтың киносын Америкаға условно апару үшін бізге не мешать етеді или не керек соған? Не то что Голливудты, негізінде қазіргі уақытта біраз біздің режиссерлар, картиналар мысалға қаншама фестивальдарда болды, қаншама біраз шетелдіктерге ұнайды. Енді, наверное, мен өз ойым әрине первую очередь ол бюджет. Бір жақсы бюджетпен мысалға әлемдік деңгейге мысалға егер де біз өзіміздің бір батырымызды алатын болсақ, мысалы Қабанбай туралы түсірсең, ол біздің именно ол как Троя кезінде, Троя киносы мысалы, бүкіл бәрімізге ұнады, ол андай қызық болып. Енді егер сондай деңгейде түсірсе, бәлкім оларға да қызық болады. Бірақ егер Корей елін алатын болсақ, Корей киносын мысалға, олар қазір Голливудпен қатар тұр деп ойлаймын. Мысалы, маған өзіме Корей кинолар қатты ұнайды. Олар да өтірік айтпасам, басында комедиядан бастаған, сөйтіп қазір неше Паразиты мысалға шулатты. Жалпы енді ақшадан бөлек тағы да біз көп жағдайда Голливуд сияқты түсіргіміз керек, Голливуд сияқты болып деген сияқты. Біз Голливуд емес, өзіміздің менталмен, өзіміздің қазақилығымен жаңағыдай кең даланың бір өзінің бір почергі бар ғой. Егер де біз солай өзіміздің ментальный нәрселерді түсірсек, мысалы Корей киносын байқасаңыз, ол жақта ментал өте Паразиты. Условно, Оны актерлардың ойындары, несі бүйтіп клайнс еткен деген сияқты, ол бізге қызық та, ол енді. Ал олар қазір өздерін американец изображать етсе, ол қызық емес. Мен, кстати, айтайын, ондай бізде бір кино бар, мен енді ойлаймын, ол кәдімгідей оны жақсы, просто карантин кезінен шығып қалған, «Жаным, ты не поверишь» деген кино. Өте жақсы. Бірақ андай ауылдың ішінде бір ауылдың бір өзінше бір бандиттары бар, андай мақал не оқиды деген сияқты бір жігіттер қаладан келді. Ол карантин болып қалды, бірақ ол менің білуімше біраз әлі күнге дейін біраз фестивальдарды шулатып жүр, біраз жерлерге, біраз нелерге, по-моему, өтірік айтпаса HBO-ға ма, сол кино ма, бір HBO-да, по-моему, сол жақта сатылып, сол жақта көрсетіліп жатыр. То есть, енді перспектива бар. Ең бастысы енді жаңағыдай біздің қазақи менталмен, біздің бір ұлтымыздың ерекшелігімен жақсы бюджетпен түсірсе, әлем демейік, бірақ қазіргі уақытта СНГ-да именно қазақтың киносы топ 1-де тұр деп ойлаймын. Бүкіл мысалға Россия болсын, Украина, қырғыз бауырларымыз, өзбек бауырларымыз бәрі ютубта бір жерде көрсеңіз, комментарийда солар тұрады. Молодцы казахи, молодцы. То есть СНГ-да уже біз СНГ-ні жауладық десек болады. Барьер жоқ, бір кедергі жоқ, бірақ бір ниет болса дейсіз ғой. Ниет болса, мысалы, СНГ-ға шығам, әлемге шығам деген бір мақсат арман қоймайтын сияқты, по-моему. Но Американың халқына, мысалы, Борат фильмі енді біз туралы жамандап тастаса да, но сол арқылы Қазақстанды таниды адамдар. Қазақстан Борат деп, ол наоборот мысалы, негатив болса да, зато Қазақстан деп қалды да, мысалы. То есть, условно, жаңа Геннадий Головкин Қазақстанның атын шығарған секілді, условно, неге бір кино шығармасқа деген ниет қой. Енді түбі ақша ғой сол. 90 жылдар туралы сол кездер енді прям өте қолынан келсе алып қаш. 2 енді сразу енді бәрі айтып жатыр, бұл франшиза болу керек, бұл енді прям давайте деген сияқты вроде енді осы орайда жас сценаристарға қандай бір өзіңізден ағалық кеңес айтар едіңіз? Көп кино көріңіздер, насмотреңіз. Бірақ андай емес, кинодан ол жақтан ұрлап алайын, бүйтіп алайын деген сияқты. Просто ол жақта көрген сайын бәрібір ол өзінің пайдасын тигізеді. Мынандай бар екен ғой деген сияқты. Ол да бір түбінде бір адамның жадында сақталады, бір кітап еще оқимын. Осындай литература именно дамытатын. Содан кейін жаңағыдай куриный бульон деген кітап бар. Ол жақта қысқаша рассказдар, әртүрлі тақырыпта бір ракпен ауырған адамдардың бір қысқа ғана историялар. Өте жақсы, енді қысқа рассказдар жақсы оқылады и бір мынандай жағдай болды ма екен деген бір жақсы қызықты нәрселер көресіздер. Және де ақша үшін пока жазбаңыздар егер. Енді бастап жүрсеңіздер, оны ақшаны приоритетке қоймау керек, потому что көбі қанша төлейді, қанша сұрайды дейді. Сен бірдеңе жаздың ба деп сұрайсың. Жоқ, мен әлі жазбадым дейді.
сценарист ағалар болса, бір опытный біреу болса, сол кісілердің қасында болып, бір үйреніп, бір практикада жазып. Яғни, сіздің қасыңызға да келіп үйреніп жүрсе бола ма? Иә, егер бізге енді қазіргі уақытта тоже көмекші жас жуниор сценарист еді, соларды іздеп жүрміз. Ертең енді біздің қасымызда болып, көріп, естіп, Құдай қаласа, сондай бір қасымызға бір жас бір іні болса деп. Все, мінекей Рәкең айтып жатыр, миллиардный кино түсіргілерің келсе, маған хабарласыңдар деп жатыр Рәкең. Енді ChatGPT қолданасыз ба сценарий жазғанда? Сценарий жазған кезде ChatGPT вообще қолданбаймыз. Енді қолданған кезде, бас кезде бір идеяда, мысалға, бүйтіп жаз. Қалай ойлайсың, мысалға қазір подкастта екі жігіт кездесті, и олар қай тақырыпта сөйлесу мүмкін деген сияқты, ол бір өзі ойларын айтады. Бір опыт болды, именно сценарийге емес, ал бір роликқа текстқа ChatGPT-ні қолдандық, сол текстпен соны түсірдік, и вообще ұнаған жоқ қой. Өйткені ана уже... То есть жазып берді, ол просто ролик? Роликті, сөйлейтін диалогты жазып берді ол. Инстаграм ролик? Иә. Сол кезде анау неестественный, бір жаны жоқ екені көрініп тұрды да уже. Содан кейін, блин, деп вообще ChatGPT-де именно сценарийді былай жазып берші деп ондай қолданбаймыз. Өйткені ол саған көмектесе алмайды да. Өйткені ол тек қана бір какой-то ақпаратпен ғана жұмыс жасайды. Ол өзі ешқандай бірдеңе ойлап, ештеңе шығара алмайды. Мен ChatGPT-ді больше неге қолданам? Өзім черновик ретінде, жұмсауға ғой, в общем. Оған жақсы. Барып соғып берген мощный. Андай помощник. Өз сөзіңмен жазасың да, условно. Мысалы, сізге дана жібердім, өз сөзіммен жазам, маған осындай сұрақтарын дұрыстап берші дейсің да. Грамматика, орфографика. Жаңағыдай коммерческий предложение, договор, юридический нәрселерге ондайға. Договорды нереально мықты жазады ол. Иә, сол күшті, о жағын негізі оны қолдана білу керек. Бірақ енді нақты өнерге, менің ойымша, ChatGPT конкурент бола алмайды. Сценаристерді ауыстырып жібере алады деп ойламайсыз ба? Ойламаймын. Сценарийді біз онымен практически жұмыс жасамаймыз. Пока бізге конкурент емес дейсіз. Біз жұмыс жасамаймыз. Бас кезінде бір көріп, андай разгондарға болды, ал в целом былай жасамаймыз жұмыс. Болды, Раке. Алла разы болсын кейінгізге. Сізге де Алла разы болсын. Құдай қаласа, осы подкасты жас сценаристар, актерлар, режиссерлар көріп бір шабыт алады деген ниеттеміз. Сіз главное тоқтамаңыз. Жасай беріңіз. Күшті, жақсы подкаст. Күшті подкаст. Бір айда 35 жазам деген ниет болады ғой. Мощно. Енді 6 уже кетті. И бәрі осылай айтсам, шыны керек, о деп жатыр да. Еще сізде қараңызшы, сізде бұл жерде не ғой, ондай рамка жоқ. Сіз спортсмендерді шақырсаңыз да, кәсіпкерлерді шақырсаңыз, бай қазақ деген, бәрін шақыра берсеңіз болады. Вообще керемет. Берекелі болсын. Алла разы болсын. Сізге Алла разы болсын. Баршаңызға рахмет. Ассалаумағалейкум.